осы жобаға қатыспай жүріп, баяғы ауылдың қара баласы едім. Қазір осы жобаға қатысу арқылы мені адамдар көп тани бастады. Оралда жүргенде кешкілік бәрі фотоға түседі, танып алып. Айзат, Айзат. Мен күтілдіш бәріңе жетемін деймін. Бәрі күтіп тұрады. Қазір мен тікелей эфир кезеңіне өттім. Мен өте қатты қуаныштымын. Бірінші кезеңде барымша әнді айтып шығуға тырыстым, тәлімдерімді қараттым. Өзім жеке парақшам бар. Оқырмандарың қанша? 35 мың. 35 мың оқырман бар ма? Мәссаған, жақсы болды ғой. Екеуміз бірігіп неше түрлі контенттер жасайтын болдық. Әлі түсірмедік. Қайда, апай? Көрмей таңдау кезеңінде әнімді кішкене жеткізе алмадым деп ойладым. Екінші кезеңде өзіме сендім. Жекпе-жек кезеңінде Лиядан өте қатты қорықтым. Әнді тәлімгерлерге күшті жеткізеді. Сонымен тікелей эфирге өтетін Айзат Айдосұлы. Менің атымды айтқан кезде мен өте қуандым. Қуаныштан жылағым келді, бірақ жыламауға тырыстым. Өйткені бәрі мазақтайды ғой. Жекпе-жек кезеңінен кейін тойда менің заказдарым көбейді. Мені қазіргі тойларда асабалар хабарлаған кезде Айзат Айдосұлы Қазақстанда осы балалар жобасының қатысушы деген ол да жақсы, бірақ ертең Айзат Айдосұлы Қазақстан дауысының жеңімпазы деген атаққа ие болсам деп ойлап жүрмін. Сөйтіп айтса күшті ғой. Тікелей эфирде бірінші рет өнер көрсетейін деп жатырмын. Дайындық өте күшті. Жақсы айтып шығамын деген үмітпен. Біздің тобымызда ең мықты әнші Тамари деп ойлаймын. Мен одан қорқам. Айзат has really great voice. Айзат вокалдық жағынан мықты деп айта алмаймын. Ол Маржан апаймен көрермендерді тек харизмасымен баурап алды деп ойлаймын. Айзат өте күлкілі, ол красавчик. Ол әнді өте жақсы айтады. Ешкімге ұқсамайтын өзіндік тембрі бар. Менің дауысым деген алдың ғой. Ал құрметті менің көрермендерім, мен бұйырса сіздерді таң қалдырамын, маған дауыс беруге сіздерді шақырамын, әнімді әдемі жеткіземін деп ойлаймын. Маған сеніңіздер, көресіздер. Араладым ауыл бақтарын, іздеп едім бірақ таппадым. Әрбір үйдің нұр бейнесін жүрегімде мен сақтадым, айналайын кластастарым. Әрбір үйдің нұр бейнесін жүрегімде мен сақтадым, айналайын кластастарым. Ек өрмекші өрмек тоқиды, қыздар болса сабақ оқиды. Мұғалима сабақ сұрап тұрған шығар, бұздай сайрап айналайын кластастарым. Мұғалима сабақ сұрап тұрған шығар, бұздай сайрап айналайын кластастарым. Мұғалима оқы деп жүр ғой, бірақ оны түсінбейміз ғой. Вечер десе допырлайтын, сабақ десе оқымайтын, айналайын кластастарым.
Жарайсың. Балалар, үй жұмысында айдаттың, рахмет. Ай, бір билетте, кәдімгідей. Айзат, жарайсың, тамаша. Билет тау деп қайтадан бастайын ба? Жұбаныш мырза, ештеңе сұрамаңыздаршы, өтініш. Бір нәрсе, мен... тыңдап тұрмыз, Жұбаныш мырза, айта қойыңыз. Ешкімнің көңіліне келмейді деп ойлаймын. Мен Айзат деген кішкентай балапан өте жақсы, бір сондай бір талабы жақсы, бір керемет балада, бір сүйкімі бар, ауылда жоғымы бар шығар, бір жақсы үлкендердің. Бірақ Айзат біліп жүру керек та, мына бағдарламада сен де, мен де мұндай әнді біз, мына мен өзім 89 жылдан бері тойда жүрген адаммын. Оның несін жасырамын. Бірақ тойда айтып, мынандай тойдың әндерін сен, мен және мына бағдарлама насихаттамаса да болады. Біз мына әннің, өнердің кәсіби жағына қарай, жақынырақ жүрсек дұрыс болады. Сондықтан келесі бағдарламаларда, келесі жаңағы мынау нелерде, жарыстарда, той деген әңгімені айтпа, екеуміз-ақ білейік оны. Рахмет, Жұбаныш мырза. Ал, Жанар ханым, сіз не дейсіз? Енді Айзат, көрмей тыңдау кезеңінен ақ бізді харизмасымен, артистизммен баурап алған бала. Шыны керек, енді кезеңнен кезеңге өткен сайын вокал жағынан өсуді мен шынымен байқадым. Кішкене болса да, я. Ал жалпы енді сенің сахнада өзіңді ұстауың, артистизмің, би жағынан да бір келіспеушіліктер болды ғой. Дегенмен ешкімге қарамай, өзіңнің істеп жатқан затыңа сондай 100% сенімдісің әрқашан. Сол мені талын қалдырады, және де мен бұл нәрсені сенен үйренуім керек деп ойлаймын. Өйткені мен өз-өзіме әрқашан сенімсізбін, күмәнданып жүретін адаммын. Ал сен нағыз әртіске тән барлық қасиеттер негізгі сенің бойыңда бар. Енді вокал жағынан әрине әлі жұмыс жасау керек. Дегенмен өз деңгейіңде жақсы айтып шықтың деп айтамын. Рахмет пікіріңізге, Жанар. Дастан, енді Айзаттың осы орындауындағы ән балалық шақты, мектептегі кезеңді бір көз алдымызға алып келген сияқты, я? Айзат, пікіріңіз? Сенің мына әніңнен кейін, сен бүгін қойылымнан кейін бар ғой, Қайрат Нұртасты, Төреғалиді тойға бармайтын болды. Сен ғана жүретін болдың ол жердің бәрінде. Мен саған шынымен таңғалып тұрғаным, мынау бойыңдағы бір қасиет бар да. Қасиет мынау сахнаға шыққаннан кейін қандай туынды болмасын өзіңді еркін ұстап, жаңағы биде бишілер былай істеп жатса, сен керісінше істейсің да. Соны айтамын. Соған қарамастан қабағын түйіп қойып, сонда бір ер мінезіңмен биді ары қарай жалғастырып, талпынып тырысып жатқаныңа мен қошеметтегім келеді. Шапалақ соғып қойыңдар. Ерекшелігі ғой, ерекшелігі. Ерекшелігі. Сондықтан да менің ойымша, Жұбаныша, өте дұрыс. Айтқым келетіні, көрерменнің өзінің талғамы бар. Мына сахнада қандай бір ән орындалмасын, қандай бағытта ән орындалмасын. Әрине біз кәсіби әнші ретінде басқа өнерді кішкене таңдаймыз. Бірақ дегенмен де қазір талғам жасайтын көрермен Жұбанышаға бір 15 секунд. Біз көрерменнің, тыңдарманның талғамын жоғарлату үшін жұмыс жасауымыз керек. Мен де келсем жоғарлатуымыз керек. Дегенмен де оның төмен және жоғары екенін егер көрмесе қалай біледі құрметті көрермен? Балалар жобасы. Сондықтан да Айзатжан, тәлімгерлер. асқақтай бер. Қандай ән айтпасаң да өз сенімділігіңді жоғалтпа жан. Тамаша. Рахмет.